İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Ne haber? Bugün bizim dersimizin konusu Türkçe'de en çok kullanılan kelimeler. Selam dostlar, жағдайларыңыз қалай? Бүгінгі тақырыбымыз түрік тілінде ең көп қолданылатын сөздер. Қалам дәптерімізді алып, жаңа сөздерді үйренейік. Біздің бүгінгі бірінші сөзіміз пеки. Пеки деген сөздің мағынасы ал, сен ше, яғни ал ол ше, ал айнұр ше деген мағынаға сайып келеді. Пеки деген сөз. Ал егерде пекидің и деген әрпі болмаса, соңындағы ол басқа сөз. Ол кезде жеткілікті деген мағынаны білдіреді. Мысалы, сокакта пек чок инсан бар. Көшеде жеткілікті көп адам бар, яғни өте көп адам бар деген мағынаны білдіреді. Türkçe'ye pek çok iyi konuşuyorum. Түрік тілін өте жеткілікті деңгейде жақсы сөйлеймін деген мағынада. Ал енді біздің нақты мағынамыз пеки. Пеки келесі мысалдан түсінсек болады. Мысалға, karnım zil çalıyor, kantine gitmek istiyorum. Қарным ашып тұр, кантинге, асханаға барғым келіп тұр. Пеки сен, осы жердегі пеки. Пеки сен, ал сен ше деген мағынада. Baban öğretmen, peki annen, әкең мұғалім, ал анаң ше, ал анаң деген сияқты сұрақ белгімен айтылады екен. Келесі сөзіміз efendim. Efendim деген сөздің мағынасы өте көп. Бірінші мағынасы телефонға жауап беру мақсатында. Мысалға, сізге мамаңыз қоңырау шалады. Сол кезде сіз телефонды алып Efendim anne деп жауап бересіз. Яғни тыңдап тұрмын анашым деген мағынада. Және келесі мағынасы, сіз магазинге кіресіз. Сол кезде сізге бір адам шығып, хош келдіңіз, buyurun efendim деп айтады. Яғни қош келдіңіз, кіріңіз, төрлетіңіз, ханым немесе мырза деген мағынада айтады. Bey efendim немесе ханым efendim деп айтылады. Яғни бұл бейтаныс адамға құрмет мағынасында айтылады екен. Келесі мағынасы. Efendim деген сөз, мысалы, сіз бір нәрсені түсінбей қалдыңыз. Яғни біреудің айтқан сөзін дұрыс түсінбей қалдыңыз. Сол кезде efendim десеңіз, ол адам егерде түрік болса, сізге түсінбей қалғаныңызды түсініп, қайталап сізге сол сөзді айтады. Яғни қайталап айтуды қажет ету кезінде efendim деп айта аласыз. Келесі мағынасы. Сізді біреу шақырады. Пәленше деп есіңізді атаған кезде не деп жауап берсеңіз, ол дөрекес дейді. Оның орнына efendim деп айтасыз. Яғни тыңдап тұрмын, не дейсің деген мақсатта жауап беру болып табылады екен. Және де келесі сөзіміз biri. Biri бұл біреу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, dün seni biri sordu. Sen nerede oldun? Kеше, dün, kеше. Seni, biri, біреу, sordu. Сұрады немесе іздеді. Sen nerede oldun? Sen қай жерде болдың? Келесі мағына. Birinde var, birinde yok. Біреуде бар, біреуде жоқ. Мысалы, ақша мәселесінде әсіресе көп айтамыз. Біреуде бар, біреуде жоқ. Birinde var, birinde yok. Яғни biri бұл біреу деген сөз екен. Келесі сөзіміз. Belki. Belki бұл қазақ тілінде бар сөз. Мысалы, бәлкім немесе мүмкін деген сөзге сәйкес келеді. Belki anlatır, belki anlatmaz, bilmem. Бәлкім түсіндіреді, бәлкім түсіндірмейді, білмеймін. Belki evinde, бәлкім үйінде шығар, мүмкін үйінде шығар. Осы мағынада belki деген сөз айтылады екен. Келесі сөз. Sadece. Sadece тек сен, немесе сен ғана деген мағынада. Мысалға, sadece seni seviyorum. Тек қана сені сүйемін деген мағынада. Sadece Deniz, seni sevdim, sadece деген өлең бар ғой. Сол жерде тек қана Deniz, сені ғана жақсы көремін деген сөз екен. Senden sadece bir şey istiyorum. Sus. Сенен тек қана бір нәрсе сұраймын. Sus. Сөйлемеші.
Осы мағынада, яғни садыдженің мағынасы тек қана сен, тек қана деген мағынаны білдіреді екен. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Барлықтарыңызға рахмет, назар аударғаныңызға, уақыт бөлгеніңізге. Егер де видео ұнап жатса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз. Ал егер де сұрағыңыз болса, комментарийге өзіңіздің пікіріңізді қалдырсаңыз болады. Шолпан Асылбекқызы каналына тіркеліп қойыңыз. Сонда ары қарай ағылшын және түрік тілдерін бірге үйренетін боламыз. Сау болыңыз. Güle güle görüşürüz.